Күллі әлем жыл сайын 1 желтоқсанда жұқтырылған иммун тапшылығы синдромы, яғни СПИДпен күрес күні ретінде атап өтеді. Вирус ең алғаш анықталған 1980 жылдан бастап күні бүгінге дейін вирусты 75 миллионнан астам адам жұқтырған. 32 миллионнан астамы салдарынан қайтыс болды. 2019 жылғы дерек бойынша әлемде ағзаның иммун тапшылығы вирусымен өмір сүріп жатқандардың саны 38 миллионды құрайды. Оның 81% өзінің ауруы туралы білсе, 7 миллионнан астам адам қауіпті диагнозынан бейхабар болып келген. Қазақстанда емі жоқ вирус жұқтырған қанша азамат бар? Олардың өмір ұзақтығы қандай? Ауру адам дүниеге сау ұрпақ әкеле ала ма? Рет-ретімен айтамыз. Бірінші пікір, АИТВ жұқтырғандардың саны жыл сайын артып келеді. Иммун тапшылығы вирусы туралы әңгіме бастамас бұрын оның екі түрі. Дәлірегі аурудың дамуының кезеңдеріне қарай ағзаның иммун тапшылығы вирусы, яғни АИТВ және жұқтырылған иммун тапшылығы синдромы ЖИТС болып екіге бөлінетінін айту керек. Соңғысы вирустың асқынып, ауыр формаға өтіп кеткен түрі. Салқындатса, жаңбыр жауса, сразу температура көтеріліп, сондай уже сезетін болдым да, әлсіреп қалдым өте. Біз бүгінгі бағдарламамызда мамандардың пікірімен қатар вирусты жұқтырып дұрыс күтімнің арқасында толыққанды өмір сүріп жатқан азаматтардың оқиғаларын көрсетеміз. Кейіпкерлердің өтініші бойынша олардың бет әлпеттері мен аты жөні жасырылады. Ол басқа қалада ол сол жердің спеццентрдің жұмысшылары келді, инфекционистері келді. И сол жерде маған айтты, оның алдында анализ тапсырғам, и сол кезде уже айтты, что мен жұқтырып алдым, осындай диагнозыңыз бар депші. Соңғы мәліметтер бойынша елімізде АИТВ жұқтырған 27 мың адам бар. Алайда ресми тіркелгендер саны 22 712 адам ғана. Оның ішінде 60% ер азаматтар болса, 40% әйелдер. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының несі мәліметі бойынша, яғни әрбір тұрған халықтың санына қарай 10% жылына тексеріліп тұру керек. Республикалық көрсеткіш 20 жылы 13-те 4% болса, бүкіл республика көрсеткісі. Бізде Нұр-Сұлтан қаласында 21% болып отыр. Яғни біз 1,5 есе басқа аймақтарға көп тексеріп отырмыз. Елімізде 15-49 жас аралығындағы азаматтар арасындағы вирустың таралу қарқыны 0,2% құрайды. Бұл денсаулық мемлекеттік бағдарламасының шекті көрсеткіштерінің шеңберінде. Иммун тапшылығы вирусының профилактикасы жыл сайын күшейтіліп, өткен жылы 3 миллионнан астам адам тест тапсырыпты. Жалпы вирус жұқтырғандардың 84% өз статусын білет деген мәлімет бар. Статистика кеселге шалдыққандардың саны жыл сайын көбейіп жатқанын көрсетеді. Қазіргі заманда мынау не дейді, жыныстық қатынасу жолы көбейген. Алдын біз мынау парентеральный дегенде қан арқылы жұғу жолы көп еді. Қазір бүтін дүниеде қалай болса, бізде де солай. Вирус таралуының медицинаға белгілі 3 түрі бар. Біріншісі қан арқылы. Бұл әдетте инъекциялық есірткілер пайдаланатын нашақорлар арасында кең тараған жолы. Бұл топтағы азаматтардың 7,9% вирус жұқтырған деген дерек бар. Екінші таралу жолы интимді қызметтер көрсететін контингент арқылы. Олардың 1,9% ауру жұқтырған. Және үшінші топ гомосексуалды қатынасқа түсетіндер. Елімізде бар аз топтың 6,2% вирус жұқтырған. Мамандар қоғамда қалыптасқан стереотиптік ұстанымдардың кесірінен адамдар тексерілмей, дертінен бейхабар болып жүре беруі мүмкін екенін айтады. Көп жағдайда сырқаттар жұмыстан шеттетіліп, қандайда бір қысым көру қаупі бар дегендей ұғымда болады. Сол себепті де көп жағдайда айтыла бермейді. Екінші пікір, АИТВ жұқтырғандардың өмірі қысқа. Бұл негізі диагнозбен бақытты өмір сүруге болады, кәдімгі адам құсып өмір сүруге болады, ешқандай кемшілігі жоқ. Халық арасында иммун тапшылығы вирусын жұқтырған адамдар ұзақ өмір сүрмейді деген пікір бар. Ұзақ өмір сүрсе болады. Егер де антиретровирустық
терапия бар, сондай емдеу. Оның өзінің дәрілері бар, схемасы 3 компоненттік болу керек. Егер де біздің пациенттер сол емдеуге уақытында ішіп, бәрін дұрыс істесе. Иммун тапшылығы вирусы анықталған науқастардың әлем бойынша ем алуының хаттамасы ортақ. Антиретровирустық терапия АРТ арқылы олардың өмірін ұзарту мүмкін болып отыр. Елімізде АРТ алатындардың саны 2011 жылы небәрі 1711 болса, 2018 жылы 8,7 есеге артып, 15 мыңға жуықтаған. Мамандар негізгі проблема науқастардың ем алу тәртібін сақтамауында дейді. АРТ-ның нәтижелілігі елімізде небәрі 65%-ті құрайды. Мәселен, жыл сайын ем қабылдауды бастайтын 1500 науқастың 500-і түрлі себептермен емін аяқсыз қалдыратын көрінеді. Вирус өзінің жұмысын атқара бастайды адамның әлсіз жеріне барып. Солай гриппен ауырып, тұмаумен неше түрлі ауруларды жақындата береді, дәріні ішпеген адамға. Егер дәрісін ішіп жүрсе, кәдімгі адамдарда тәрізді жүре береді, ешқандай ештеңемен ауырмау әбден мүмкін. Қазіргі таңда бізде ең жағы осы айтып індетімен ауырған кісінің қазіргі жасы 86-да. Ең кішкентайымыз осы 1 жыл бұрын анықталды, уже 1,5-ға келіп қалды бала. Анасынан жұқтырып алған. Қазақстан 2016 жылы Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының кеңесінде қабылданған 90-90-90 стратегиясын ұстанушылардың қатарында. Оның мәні иммун тапшылығы вирусын жұқтырғандардың 90% өздерінің статусын білуге тиіс, ал бізде әзірге 81%. Екінші 90 анықталған науқастардың 90% еммен қамтылуы керек. Бізде науқастардың 84% АРТ қабылдайды. Және үшінші 90 емнің 90%-тік нәтижесі болуы керек. Бізде бұл көрсеткіш жоғарыда айтқанымыздай 65%-ке тең. Қазақстандағы көрсеткіштер халықаралық ұйымның индикаторларына жетпегенімен іс оң жолға қойылған, дейді мамандар. Емін дұрыс қабылдаған жағдайда үлкен жасқа дейін, жоғары жасқа дейін, 70-тен 80-нен асқан жасқа дейін өмір сүруге келетін сырқат. Егде жасқа дейін. Ол жас ерекшелігіне байланысты және де қосалқы сырқаттарына байланысты. Үшінші пікір, АИТВ анадан балаға беріледі. Ағзаның иммун тапшылығы вирусы тұқым қуалайды. Бұл халық арасында кең тараған тағы бір пікір. Біздің кейіпкеріміз өзінің оң статусы туралы босанар кезінде бірақ білген. Сондықтан бұл пікір қате дейді. Өйткені ВИЧ-пен мен өзім 12 жыл өмір сүріп келе жатырмын, 13-ші жыл болады. Және осы диагноз бойынша сау бала туып, ары қарай өмір сүруге болады. Мен өзімде 2 бала бар, екеуі де отрицательно. 12 жылдың ішінде ешқандай қиындық болған жоқ. Иммун тапшылығы вирусын жұқтырған ерлі зайыптылардан сау бала дүниеге келуі ғажайып емес, қалыпты медициналық құбылыс дейді мамандар. Тек қана бір ескертумен, науқастар ауруын асқындырмай, дер кезінде ем алуға тиіс. Бірінші анықталған жағдайдан бастап, қазіргі таңға дейін 184 біздің сондай АИТВ індетін жұқтырған жас аналар, қыздарымыз кейін күйеуге тиіп, мысалы ВИЧ анықталды, бірақ кейін еміз қабылдап жүріп күйеуге тиді. Одан кейін 180-і дені сау біздің Қазақстан мемлекетінің азаматтарын дүниеге алып келді. 184 әйелден 4 бала анасынан жұқтырған, яғни олар еш жерде қаралмаған, жүкті болып жүрген кезде өзі ауырған, еш жерде қаралмай, қашып, басқа қылып деген ешқандай ем-дом қабылдамай, сөйтіп 4 бала жұқтырған. Сонымен қорытындылайық. Елімізде соңғы жылдары иммун тапшылығы вирусын жұқтырғандардың саны өсіп жатқаны ащы шындық. Десе де оң статуспен ұзақ әрі толыққанды өмір сүруге болады дейді науқастардың өздері. Тиісті ем-домын жасаса, тіпті сау ұрпақ сүйіп тәрбиелеуі мүмкін.